Каспи қосымшасында социальный счет, әлеуметтік яғни счетті ашамыз. Ол үшін госуслуги деген жерге кіреміз. Так, пароль, пин-кодпен кіріп алдым. Енді бұл жерде социальный счетті таңдап, открыть социальный счет деген батырманы басамыз. Енді бұл жерде фотоға түсеміз. Смотрите прямо в камеру. Фотоға түсіп аламыз. Біз камера подтвердить. Улыбнитесь. Подписать документы деп басамыз. Міне социальный счет ашылды. Енді оның ішіне кіріп көрсек болады. Көргенде міне Каспи Голдқа да ақшаны аударуға болады. Каспи QR'мен де шешіп алуға болады. Өте ыңғайлы, қолайлы. Соңғы құжаттарды өткізгенде социальный счет Каспи банкте деп айтсаңыздар жеткілікті. Сообщениеға кірсек, міне социальный счет ашық деп уведомление келіп тұр. Ой банктың ішінде социальный счет жеке өзі счет болып тұрады.